бүгін айдың толатын түн екенін білесіңдер ме? Таң атпастан астрономия клубына барғанбысың? Дәл солай. Тура сурет сабағынан кейін бардым. Кереме. Ол жерде жаңа нәрселермен таныстым. Айтылған түні түсініксіз жайтар көп болады деуші еді ғой. Иә, түн ортасында әр жерден елестер шыға бастайды. Менің есіме әлгі қорқынышты алаң түсіп кетті. Шын айтасың ба? Әрине олай емес. Ал мен қара киімділердің қандай ереже енгізетінін ойлап келем. Иә, олар не ойлап табар екен, дайын болыңдар. Біз әргеде дайынбыз ғой? Дұрыс айтасың, Луна. Біз ештеңеден қорықпаймыз. Иә. Солай болсын. Естіп тұрмысың? Бүгін мен телескопымда биік ғимараттың төбесіне орнатамын. Қаласаң сен де кел, есесіне ай толған кезде ешқандай елес болмайтынына көз жеткізесің. Жетер. Өзің ештеңеден қорықпайсың да? Балалар, түгел жиналдыңдар ма? Ендеше қара киімділер ойын шартын айтсын. Жарайды, бастайық. Қарсыластарың дайын ба екен? Әрине. Жақсы, Слай, құлағымыз сенде. Сонымен, ертеңгі ойынның шарты түнде ойнаймыз. Сабыр сақтаңдар, соңына дейін тыңдайық. Дәл солай, ойынның басты шарты түнде ойнау. Керемет. Неге бұл менің ойыма келмеген? Сонда ойынды түнде ойнамақсыңдар ма? Дәл солай. Сонымен қатар бұл ойынды алаңның кез келген жерінде өткізуімізге болады. Мысалы, бірінші қабатта үлкен залда немесе бауда. Есте қаларлықта ойын болатынына сөз берем. Ойынды бұзғаным үшін кешір дегенмен бұл мүмкін емес. Не? Түсінбедік. Себебі алаңға түнде кіруге тыйым салынған. Әділетсіздік. Сендер менің қатысуыммен күндіз ғана ойнай аласыңдар. Қарсылық танысаңдар ештеңе талқыланбайды. Сендердің қауіпсіздіктерің үшін. Бірақ біз ол жерді жақсы білеміз ғой. Оның үстіне бүгін ай толады, демек жарық болады. Олай болуы мүмкін емес. Ағай, біз басқа ешқандай шарт ойлап келген жоқпыз. Расымен басқа ұсыныстарың жоқ па? Осы немесе ойнамаймыз. Ендеше ойын болмайды. Өздеріңден көріңдер. Жарыс кейінге қалдырылады. Келесі сенбіде кездескенше. Бұл сендердің қауіпсіздіктерің үшін. Түнгі ойынның оған қандай ұрпалығы тиеді екен? Оның неге келіспеген сөз керек? Онсыз ойнай берсек қайтеді? Бірақ Полағай бұған келіспес. Тың ұсынысы бар. Бізге Полағайдың рұқсаты керек емес. Сонымен ойын болады. Мұны тәуекелге бел бу. Оны Полағай білмей қалады. Кеш батысымен ол кісі кеңседен шығып тіке үйіне қайтады. Ата-анамыз қарсы болады ау. Достар, не болса да ойнайық. Білмеймін, мен ештеңе де айта алмаймын. Біз Пол ағайдың сөзінен аттап кете алмаймыз. Солай ғой. Негізінде мен бүгін айдың толғанын телескоп арқылы көрсем бе деп ойлап едім. Бірақ мен ата-анам жібереді алмаймын. Дұрыс айтасың. Анаң айтқаныңа көнеді ме? Қарсыластарымыздың ауыздарынан сүттің дәмі кетпеген балақайлар екенін ұмытып кетіппін. Ата-анасының рұқсатынсыз шыға алмайды. Ешқандай сорақылықты көріп тұрған жоқпын. Сен мен еместі ата-аналары жібермей қойды деп ойынымызды кейінге қалдырғанымыз күлкілі емес пе, достар? Сонымен, ойнайсыңдар ма? Жауап беріңдер. Сонымен, бүгін айрықша ойынға келесіңдер ме? Әлде ойыншықтарыңды құшақтап ұйықтайсыңдар ма? Ойнаймыз. Кімнің кішкентай бала екенін білетін боласыңдар. Жақсы, кездескенше ойын түн ауғанда басталады. Бұл ойын қараңғыда қорықпайтындарға арналған. Келісім бере салғаның қалай? Мұныңа сене алмай тұрмын. Өзім де білмей қалдым. Меніңше штабқа барып тағы талқылайық. Жақсы, бара беріңдер. Келіп қалыпсың ғой сенде. Осыған дейін қайда болдың? Семи, бізде бір мәселе бар. Мен ата-анам кешкі астан кейін ешқайда шығармайды. Тек төртеуін ғана ойнайсыңдар. Бұл бір ақылға қонбайтын іс болды. Иә, оның үстіне Пол ағай да рұқсат берген жоқ. Ең қызық осы ғой. Әлде сендер айдың толғанынан қорқып тұрсыңдар ма? Өзің жайлы айтып тұрған шығарсың. Ай туралы айта бергеніңді қойшы. Одан қорқатын дәнеңе жоқ. Толған ай туралы маған да айтсаңдар. Қош келдің, так. Қара киімділер түнде ойнағылар келеді. Түнде дей ме? Полағай рұқсат берді ме? Көрдің бе? Жоқ. Полағай рұқсат бермеді. Иә, дегенмен біз қарсыластарымызға келісімімізді беріп қойдық. Егер де бармасақ, бізді балақай деп мазақ қылмақ. Дайындаламыз ба? Сонымен, ересіңдер ме? Меніңше Инес дұрыс айтады. Оған қоса, сенің анаң түнгі ойынға жібере қоймас. Ойынға бармаймыз. Ал мен ешкімнен де рұқсат сұрағалы тұрған жоқпын. Не? Ол ұйықтап қалғанда ақырын басып шығып кетемін. Ендеше менсіз барыңдар. Не істемексің? Мен рұқсат берілмеген ойынға көмектеспеймін. Естеріңде сақтаңдар. Түсіндіңдер ме? Осы да жетер.
Біреудің орнын келесі баса алады деп айтқан сен емессің бе? Уайымдама, біз сенсіз де жақсы ойнағанбыз. Семи не деп кеттің? Сізге тактың көмегі қажет қой. Әсіресе қара киімділерге қарсы шығарда. Тактың көмегі болмаса, олар біздің быт-шытымыз шығарады. Грег! Луна, саған демеп! Қабыл аламын. 3 тебәс! Луна! Емеске қарай деп! 4 жақтама шабуыл! Эй, саған не болды? Ұйықтап қалғансың ба? Допты алып Маған келейін. ренжімеңдер. Көңілім мүлде басқа жақта болып тұр. Не болып қалды? Осы ойынға қатысу үшін ата-анама өтірік айтуға тура келетін түсінемісің? Дегенмен ашық аспан астында топ қуалаған керемет ұстап алдым. Және де біз ешқандай да өтірікті құрастырып тұрған жоқпыз. Мен ешқашанда өтірік сөйлеген Саған емес. не болды, Инес? Достар, не болып қалды? Сендерді ата-аналарың түнде жібере ме? Егер мектептен жақсы баға алып келсем, ата-анам қайда сұрансам да жібереді. Грег, сен ше, не істемек ойың бар? Мен сұранып қойдым. Мен бе? Мен тіпті сұранып әуре болмаймын. Ата-анам кез келген нәрсеге рұқсат береді. Олардың інілеріме қарап қолдары тимейді. Түсінікті. Демек, мен ғана қалып тұрмын. Сен... Менде бір ой бар. Олардан менің үйіме қонамын деп сұранды, сонда ата-анаң өтірік айтқаныңды білмей қалады. Сонымен басқа малым жоқ сияқты ғой. Бұл ойының ешқашан ұмытылмайтыны. Бір сәт ойлап көрші. Оның рас. Дегенмен ата-анам өтірік айтқанымды біліп қойса, мені ешқашан кешірмейтін шығар. Бұл сөзіміз көңіліңе қонбай тұрған сияқты ғой. Сонымен, әлі осындасыңдар ма? Бағана таққа айтқандарың рас па? Нені айтасың? Расымен түнде қашып кетпекпісің? Иә, солай жасаймын. Анамнан сұрағанмен жібермесі анық. Анаңның айтқанын тыңдағың келмей ме? Негізінде олай емес. Бірақ қашып кетсем, жоқ деген жауап естімеймін. Қулығымды түсіндің бе? Меніңше ойымыз бір жерден шықпайды. Жағдайларың дұрыс па? Иә. Семи, олай жауап беруге болмайды, сыпайы сөйле. Мен сөйлегенде олай қарама, түсінікті ме? Саған не болған өзі, Семи? Және дастархан басында дұрыстап отыр. Ережеге бағыну оңай емес, солай ма, Семи? Сенің ақылың қажет емес. Болдым, кете берейін. Бірақ, Семи, қашаннан бері дастарханнан рұқсат сұрамай тұратын болғансың. Рұқсат сұрауда қиынға соғып тұр ғой. Солай ғой, а, Семи? Анашым, рұқсат бересіз бе? Дастарханнан тұра берсем бола ма? А, Семи, сенімдімісің, сонда тәтті жегін келмей ме? Жоқ, көп рахмет, Рамон аға. Қарным ашық. Жақсылап тамақтанғаның дұрыс, кейінірек күш керек болады. А? Сен не дедің? Кейінірек не болады? Ештеңе, жай, ол тек өз арамызда. Сәми, аш. Кірме, сені көргім келмейді. Сөйлесе аламыз ба? Сен неге менің шаруама араласа бересің? Себебі сені уайымдаймын. Сәми, мен үлкенмін. Егер қандай да қауіпке бас тігіп жатсаң, мен қарап қала алмаймын. Осыны біліп жүргенің дұрыс. Менің туған ағамдай сөйлейсің ғой. Қызық екен, солай ғой. Аға деген әрдайым көмектесіп жүреді. Сен сияқты ұстап бермейді. Жоқ. Ағалар інілерін қорғайды. Қателік жасаудан сақтандырады. Түсінемісің осыны? Маған сені қорғағаның қажет емес. Қандай қырсық едің. Анаң саған рұқсат береді деп ойлайсың ба? Семи, саған не болған? Олар әлі ата-анасынан рұқсат сұрайды. Рұқсат сұрауда қиынға соғып тұр ғой. Солай ғой, а, Сәми? Семи, сен қайда кетіп барасың? Жаман түс көрдің бе? Жоқ, жай су ішкелі шөлдеп кеттім. Иә, шөлдеп кеттім. Қайырлы түн, балам. Сен ас үйге бармайсың ба? Иә, әрине. Түсінбедім, оған не болған? Қазір өтпелі жаста ғой. Тамаша, әлі ешкім жоқ. Бүгін қызық болатын сияқты. Жаман емес, кеттік. Камераларды байқа. Болаға әлі осында. Жақсы, жарық сөндірейін. Қайырлы түн, Тайпекс.
кәне ішке кір. Кәне. Тамаша, жол ашық. Сен үндімісің? Әрине, ол мысығына қайырлы түнде бесігін жапты ғой, дәл күндегідей. Енді тезірек барайық. Кеттік. Жақсы, қалауың Ертең сөйлесерміз. Сәми. Шыдай алар емеспін, иә. Шыдай алар емеспін. Сияқты ғой. Бастысы ертең осында отырғанда қара киімділердің жеңімпаз екенін дәлелдей алады. Қара киімділердің 5 ойыншысы қарсыластардың 2 ойыншысын ойсырата жеңді дей ме? Сендердің топбасшыларың қайда? Үйінде анасын құшақтап ұйықтап жатыр ма? Босқа сөйлеп қайтесің. Достар, мен келдім. Ал қалғандар қайда? Кешіріңдер, үшеу ақсыңдар ғой. Сонда басқа ойыншыларың келмей ме? Луна мен енесі әлі келмеген бе? Досым-ау, қыздарға ата-аналары рұқсат бермей қойған сияқты. Жеңілгендеріңді мойындап қайта берулеріңе болар. Армандақсың, Слайм. Жарайсыңдар. Келгенімізбен қоймай, сендерге шаң жұттырып кетпекпіз. Иә, қазір сазайларыңды береміз. Қаласаңдар, мен төреші болайын. Жақсы, бастаймыз ба? Тамаша, орындарыңа барыңдар. Қара киімділер төменгі қабат пен жылжымалы жедел сатының жанында, ал келесі топтың орны штабтың қасында болады. Фет, Луна, ал дайынсыңдар ма? Қалай сонда? Сәми! Менікі! Жарайсың. Слаймайға! Тырыспай-ақ қой. Бәрібір бойын жетпесін. Айып тобын тебуіміз керек қой. Мен ештеңе көрмедім. Қандай төрешісің? Луна, қорғанысқа кел. Иә. Джоуи, абайла! Не? Кешіріңдер. Бірден өл, қара киімділер алға шықты. Жоқ, мүмкін емес. Жарайсыңдар. Мыналардың жеңіліп қалатын түрі бар. Әлі ренжіп жүрсің бе? Негізі саған емес. Ата-анамды алдадым. Оған қоса Полағайды тыңдамадық. Сондықтан ісіміз оңға баспас деп ойлап тұрмын. Сен естідің бе? Не? Тағы да естідім. Сенікі дұрыс екен. Басқалар естіді ме екен? Жоқ, біраз жинақталуымыз керек. Қарсыластарымыздың алға шығуына жол бермейік. Қараңдар, мен допты алып келдім. Сендер де естідіңдер ме? Иә, мен естідім. Не? Ол не екен? Білмеймін, бірақ ол дыбысты мен де естідім. Қайдан шығып жатыр? Білмеймін. Жаңа ана жақтан бір жануардың ырылдаған дауыс естілді. Иә, естіп тұрмын. Қорқынышты дауыс екен өзі. Шын айтасыңдар ма? Қорқынышты дауыс па? Ақмақтар, ойынды жалғастырамыз ба жоқ па? Осылай тығылып тұра бересіңдер ме? Көрермендерді де ойласаңдар қайтеді, ішіміз пысып кетті ғой, а? Қане, тездетіңдерші. Иә, жалғастырсаңдаршы. Осылай қарап тұра бересіңдер ме? Жарай. Луна, байқа! Бол. Қане, бер деп. Жақсы, ұстадым. Қазір қақпаға кіргіземін. Әне, ана жақта. Мүмкін емес. Бүгін телескоппен айды бақылап, түнді тыныш өткізем бе деп едім. Бұл қалжыңдарың ба? Ойынды тоқтату үшін себебіз деп жүрсіңдер ме? Дос сөйлеме. Топ менікі. Армандама. Сен де көріп тұрмысың? Мен кетемін. Ана жаққа қарашы. Ағаштарды. Қыздар анаған қарашы. Жатқан не?
шамдар жанып өшіп. Не болып кетті? Анашымның қасына кетейін. Не болып жатыр өзі? Сондай қорқынышты. Құшақтап алатын қуыршағыңды үйде ұмытып кеттің бе? Үйге қайтсақ қайтесің. Кешіріңдер балалар, ойындарың тамаша болып жатыр. Дегенмен үйде жұмысым барын ұмытып кетіппін. Солай, бірақ қарындасымызды жалғыз жібергеніміз дұрыс болмас. Иә, оларға да күзет керек қой. Оларды жалғыз жібере алмаймыз. Олар неден қорқып бара жатыр? Түнде үнемі осындай шу болады ғой. Иә, бірақ бұл әдеттегі шуға ұқсамайды. Бұл шынымен де түсініксіз жайт. Не болды, бермесін болса. Жоқ. Дайындалыңдар. Қара киімдер тағы топ кіргізді. Бұларың қалай? Ойын тоқтатылды ғой. Кешір, алайда төреші ойын тоқтатылды деп ысқырған жоқ. Вальтер! Мен төрешімін, және ысқырған жоқпын. Фет дұрыс айтады. Біздің айтқанымыз дұрыс. Біреулер жеңіріп бара жатқан сияқты ғой. Мыналарға қара, енді ақтық мәре болады. Олар қорқып жүр ғой. Осы ойынды аяқтамайтын бас. Грег, саған беремін. Жақсы, түсіндім. Энес, сенікі. Грег. Менің сөзіме құлақ аспағандарына таңғалып отырмын. Олар қорқып жүр ғой. Феттің сонда да ойнай береміз деген сөзін естіп қалған ем. Сондықтан әдеттегіде үйге қайтып бара жатқандай сыңай таныттым. Сөйтіп басқа жолмен қайтып келдім. Тайбек, сен де осында екенсің ғой. Қайда барып келдің? Жақсы, менің досым жайлы не ойлайсың? Бұны біреу түсіре ала ма? Не болып кетті? Оларға тағы не істесем екен? Мынаған қалай қарайсың? Тамаша, жақсысыныз. Есіктің ашылып жабылған дауыстан қорқынышты нәрсе жоқ. Мынау не, тағда не болды? Қорқынышты. Бұл дауыстар қайдан шығып жатыр? Мұнда есіктер жоқ. Болмайды. Ақыр бастатып аяқтаймыз. Күні ойнасақ болмай ма? Крина не істеп жатыр екен? Қақпада жалғыз қалды. Шынымды айтсам, қорқып барам. Эй, Тайпекс, оларға қосылғың келе ме? Несін расымен түсінсем бұйырмасын. Мысықтар. Олар солай мияулайды ғой. Алып мысықтар келе жатыр ма? Қараңдар. Бұл ойын маған ұнады, Пол. Сен Тайпекстің даусын тыңдап көр. Ол осы шоудың жұлдызы ғой. Меніңше бұл шешуші көрініс болады. Ол бізді жеңсі келе ме? Құмжық, көмектесіңдер! Ойды мұнша қорқақ деп ойламаушы едім. Сендерді қайда? Мен мұнда қала алмаймын. Тоқташы! Достар кетті. Қайтат кетейікші. Иә, кетейік. Жылдамырақ. Жаңағы оқиғаға сен алмай тұрмын. Өмірімде бұлай қорқпағанмын. Ойынды ертең аяқтаймыз. Жарай ма? Егер қатты қорқып тұрсаңдар, жарайды, ертең аяқтайық. Мұнда не істеп жүрсіздер? Иә, такта келіпті. Ой, неге тоқтатып қойдыңдар? Неден бастасақ екен? Сонда жаңағы оқиғаның бәрін сіз жасадыңыз ба? Не үшін олай істедіңіз? Тіпті құбыжық пен дауыстарды да ма? Ол Тайпекс маған көмек көрсетті. Айтқанымды оға қойды. Өмірімде бұлай қорықпаған едім. Енді оған оң қабақпен қарай алмаспын, есімнен кетер емес. Неге олай істедіңіз, Пол ағай? Сендерге сабақ болсын дедім. Мені тыңдамай жасырын ойнағыларың келді. Өздеріңге қауіп төндірдіңдер. Тіпті ата-аналарыңнан сұранбай қашып кеткендеріңе де сенімдімін.
Оған бәрін сен айтып бердің ғой, солай ма? Оны кім айтты? Ендеше мұнда не Так істеп сендер үшін алаңдады. Қандай да бір қиындыққа тап болып қалмаса екен деп ойымдап келді. Қайта алғыс білдіргендерің дұрыс. Иә, Көп рахмет, так. Кешірім сұраймын, так. Міне енді дұрыс болды. Сондай-ақ ойынды жалғастырмай қойғаным жөн болар. Өмірде де футбол ойнағанда ережеде тайқымау керек. Сонымен қатар бүгінгі ойындарыңның есебі саналмайды. Тағы бір айтарым бар. Мені тыңдамай ойын ұйымдастырған топтардан 2 ұпайдан кемітемін. Кешір, Инес. Сені тыңдауым керек еді. Түн ортасында ойынға барамыз дегенім дұрыс болмады. Жә, қойшы. Есесіне бұл ойын ұмытылмастай болды. Саған қосыламын. Джойдың мысықтан қорқып қашқандағы түрін көрсеңдер ғой. Алайда өзімде қатты сызғанымды жасыра алмаймын. Иә, өте күлкілі, өзіңе қарап алсаңшы. Сен оны қайдан білесің? Қашып кетпедің ғой. Қандай жаман десеңші. Қараптан қарап 2 ұпайымызды жоғалтып алдық. Иә, алайда бүгінгі түннен кейін елестерден қорықпайтын шығарсыңдар. Иә, дұрыс айтасың. Мынау қалбыр ма? Бос қалбырдан қорыққанбыз ба? Джоуиді жоғалтып алдық ау деймін.